ештеңе бар ма? Кәс балаларға кәдімгі 72-ші бет 72. Міне, тыңдаңдар. Балалардың мерекесі көңілді өту үшін музыканың беретін ықпалы зор дейді. Дұрыс айтасың. Содан соң Былай істейік, жігіттер. Сержанттан домбыра сұрап алайық та. Балалар үйіне барғанда бір ән айтып берейікші, я? Қалай ойлайсыңдар? Кім айтады? Мен айтып отырмын. Табылған ақыл, жігіттер. Есесіне балалар бір қуанып қалатын болды. Ал мен шығыс жекпе-жегінің кереметтерін көрсетейін. Ой, не көрсетесің сонда тек? Ой, сол кезде көресің. Көреміз. Таң қалам жігіттер, неге жанталасып отырсыңдар? Талғат, біз балалар үйіне барамыз ғой. Сонда құр қол бармақшымыз ба? Бармай қойса болмай ма? Майордың тапсырмасы ғой. Майор. Талғат, біле білсең, балалар үйіне көмектесу, қамқорлық жасау біздің бөлімнің дәстүрі. Ал оның үстіне балаларға көңіл бөлу ол сауаптыс. Дұрыс па? Дұрыс. Міне, қазақта жетімін жылатпаған. Жетім көрсең жебей жүр деп бекер айтпаған шығар. Айтқандарың бәрі дұрыс жігіттер. Барайық. Бірақ барған кезде еркелетіп, бауырымызға баспай қойыршы. Неге? Дейді? Бір түрлі балалардың даусынан басым ауырды. Ұнамайды маған. Бір түрлі. Мынау қызы ғой. Талғат, қалада 4 қабырғаның ішінде жалғыз өзің өскен соң балалардан қорқатын шығарсың, е? Қайдан айтпашы, Жомарт? Жігіттер, менің естуімше кейбір жас жігіттер балалардан кәдімгідей қорқады екен. Сол қорқыныштарын ешкімге айтқысы да келмейді екен. Сен сондайсың ба не? Қойындашы жігіттер, қайда қорыққам? Баладан қорқушы ма? Талғат. Ертең өз балаң болған соң, бұл қорқынышты ұмытасың. Саспа. Мыналар, жынды ма? Қорықпаймын мен баладан. Ертең ақ дәлелдеймін, сол барамыз ғой. Көреміз. Қорқпайтын шығар. Алихан, міне жерде бір тақпақ бар екен. Балалар, келіңдер ортаға, би-билейік, топтасып дейді. Қарап шықшы. Дайындап қойшы, мен мынаны тігіп қояйын сосын. Міне бетін қайтарып қойым. Сқақ, балға. Әй балам, көршіге бар да сұрап келші балға. Балғасын бермей қойды көке. Хөй, атамнан арман бермесе. Мына көршіден балға сұрай ендеше. Барып едім, қолын сілтеді ол маған. Не мейлі, бермесе одан әрі. Көршіміздің бәрі адам емес, шетінен аң, қусаң құмалақ түспейді. Сараң өңшең. Не мейлі, қыстың күні қар сұраш, жоқ дейді. Қар жоқ емес, бұл бәлелерді ар жоқ. Бір бұл емес, көршілерден көңілімнің қалғаны. Әкел балам, өзіміздің сандықтағы балғаны.
Жомарт, мен шығып келем. Жақсы. Бірақ абай бол. Мұнда балалар көп. Қойшы. Тұра тұршы! Тұра тұршы деймін! Қайда кеттің? Саған ұнамады ма? Жоқ, балақай ұнады. Өте қызық. Маған далаға шығу керек. Дәретхана ол жақта емес қой, жүр көрсетейін. Мен бармай қоя салам. Бармайын дәретханаға. Сенің атың кім? Талғат. Менің атым Әзиз. Қуаныштың. Сенің әке-шешең бар ма? Иә. Бақытты адам екенсің. Солай шығар. Кешікпей менің де әке-шешем болады. Қуаныштың құтты болсын. Рахмет. Айнұр апай солай деген жақсы кісілер дейді. Мені бірнеше күннен кейін алып кетеді. Дұрыс болған екен балақай. Достарым да солай дейді. Талғат екеуміз дос болайықшы. Азиз, сен мұнда жүр екенсің ғой. Жүр, сен алып кетуге келдім. Шын ба? Шын айтасың ба? Талғат, бізбен жүрші! Не тұрсың, тез! Жасыл жайлау, төкті кілем, көкілемде көп ойнаймын, көкілем. Маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның қалқаны деп білем. Қайда жүрсем атамекен, көкемде жатады екен. Күннің өзі ұясынан қимай оңып батады екен. Қайда жүрсем атамекен, көкемде жатады екен. Күннің өзі ұясынан қимай оңып батады екен. Ал, Айнұр ханым, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Оқыс жоқ, тағы да келіп тұрамыз. Ал, жақсы. Сарбаздар, тезірек жиналыңдар. Қопа болады. Ал жігіттер, рахмет сендерге. Қам көңілі балалар ғой. Жылы сөз айтсаң, төбелері көкке жетіп қалады. Алыс айтудың қажеті жоқ, Айнұр ханым. Ең бастысы бізге осы балаларға қуаныш сыйлаудың өзі үлкен мәртебе. Көрген шығарсыздар, қуаныштан көздері жанып тұр. Ол жақсы ғой, маған да. Сіздер сияқты сайып қырандар көп келе бермейді ғой. Әсіресе шығыс жекпе-жегінің әдіс тәсілдері ұнапты. Енді кішкене уақыт аздау болып қалды, әйтпесе талай қызық көрсетірім. Артқа сальто жасап, қазір көрсетейін бе? Болды енді. Тағы келетін шығарсыздар. Әрине, міндетті түрде келіп тұрамыз. Жарайды онда. Жолдарыңыздан қалдырмайын. Кездескенше. Сау болыңыз. Айнұр, сау болыңыз. Келесі кездескенше. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де қуаныштым, Сәкен. Аға лейтенант күтіп отырсыздар, жүрейік. Жарайды, ендеше біз кеттік. Бір минут жігіттер. Айнұр ханым, жаңағы Азиз деген бала қайда?
Бір нәрсе айтайын деп едім. Азизді жаңа ата-аналар алып кетті. Көп ұзамай Азизге жілік ұстатып, той жасайды. Жөн болған екен. Жақсы. Ұзағынан сендірсін. Қуаныштымыз. Жүрейік жігіттер. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыз. Жүрдім, от. Артыңа қарай берме, жылы. Ей, Талғат. Неге ұйықтамай жатсың? Қорқынышты түстер көріп жатқан шығар. Түсінде әдемі, кішкентай балалардың бәрі Талғат, Талғат деп қол бұлғап жатқан шығар. Қорқытып. Баладан қорқ. Бір шет көрді. Иә, жігіттер, қорқам. Шомарт айтты ғой. Ол уақыт өте келе қойып кетеді деп. Бірақ қазір басқа нәрсені уайымдап жатырмын. Жарайсың. Талғат. Мойындай білуді жігіттіктің бір белгісі деген. Не ол, айтсыш. Айтшы енді. Ай, сосын айтам. Талғат, қазір айтшы. Біз бірнеше айдан кейін үйге қайтамыз. Әке-шешеміз күтіп отыр. Ал ана балалар ата-анасыз. Олардың тағдырлары қалай болады екен? Анам қашан келер екен деп үмітпен күндер өтіп жатыр. Өткен кеткенге кім асырап алар екен деп жаутаңдап қарап күндер өтуде. Бір балаға зар болып жүргендер де қаншама. Айтпа. Азиздің бағы бар екен. Еліне елеулі, ақылды үлкен азамат болатынына сенім. Жаңа әңгімелерің жарасып жүреді, Талғат. Кәдімгідей бауыр басып қалған сияқтысың ғой. Айтпа. Ол өте жақсы бала. Алла мен оған жар болса екен. Ешқашан жыламасын. Бақытты болады деп сенеміз. Қалың қалайсы екен? Жақсы. Қарның ашып қалған шығар? Аздап. Әкеле ғой табағыңды, еселеп салып берейін саған. Рахмет. Асың дәмді болсын. Сәлеметсіз бе? Саламатсың. Маған да көбірек салыңызшы, Бұйырғаныңды жейсің. Тағы кішкене салыңызшы. Келесі. Болшы тез. Болшы. Асың дәмді болсын. Ас болсын. Айнұр, қалың қалай? Саламатсыз баға. Бағана телефонмен сөйлескенде дауысың біраз қобалжып тұрады. Жайшылық па? Жоқ. Айнұр, не болды? Айнұр жыламашы, не болды? Кешіріңіз аға. Әлде ана біздің жүгірмектер бірдеме деді ма? Мен қазір оларды... Жоқ. Олар ештеңе деген жоқ. Ешқандай кінәлары да жоқ. Онда не болды? Мен сізден көмек сұрайын деп едім аға.
Айта қой, қолымнан келген көмегімді аямаймын. Сенің жолың болықшақ осы. Неге байланысты айтыпсың? Енді сені көрген қыздардың бәрі майышып шыға келеді ғой. Сен ана балалар үйіндегі тәрбиешімен жаңадан келген аспаз қыз туралы айтыпсың ғой. Аспазыңды білмеймін. Айнұр маған ғашық болып қалған сияқты. Сонымен айтсаңшы енді құпиясын. Білмеймін енді. Бірақ мен сияқты 8 қырлы бір сырлы жігітке ғашық болмай қайтсын қыздар. Ой, бөсімай, Шын күйсе тұз жала. Мен қайдан білемін, өздерінен сұрамайсыңдар ма? Сұраймыз. О, әлі өзі де келе жатыр. Аспаз ба? Мен жоқ. Ей, Айнұр мұнда не ұжыр? Айнұр? Сәлеметсіз ба, Айнұр? Сәлем, Сәкен. Қалайсыңдар, жігіттер? Қалыңыз қалай? Не болды? Түріңіз жабырқау ғой. Жағдай мәз емес. Не болып қалды? Айтсаңшы, не болды? Сендер келген күні бір баланы асырап алып еді ғой? Иә. Әзиз. 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 Оған не болды? 2 күн бұрын балалар үйіне қайтадан әкеп тастады. Не? Неге? Ата-ана боламыз деген ойымыздан айнып қалдық дейді. Не деген иттік қой? Ал Әзиз болса, не тамақ ішпейді, ешкіммен сөйлеспейді. Бәлкім, біз барып сөйлесіп көрерміз. Мүмкін тағы бір қойылым қоямыз, О? Иә. Ол өтінішпен бастықтарыңа кіргем. Ол кісілер не дейді? Майор қазір ондайға уақыт жоқ дейді. Онысы несі тағы? Бірақ Әзизді алып келіп, кішігірім экскурсия жасатайық. Десантшылардың өмірімен таныстырайық дейді. Иә, жақсы ой. Келсін, көрсін, бір сергіп қалады. Дұрыс айтады. Әкеңіз. Жігіттер, рахмет сендерге. Менің сөзімді жерге қалтырмайтындарыңа сенгем. Әрине, енді оның... Қалқпеңіз. Міндетті түрде әкеңіз. Әзиз. Сәлем. Балапан, сенің нәр татпағаныңа 2 күн болды ғой? Жемеймін. Ас адамның арқауы әлденіп алшы? Жемеймін дедім ғой, жемеймін. Әзиз, екеуміз көп ұзамай бір жаққа барамыз. Ешқайда бармаймын. Мен тыңдашы, ол жақты саған ұнайды. Бармаймын дедім ғой, ешқайда. Өткендегі десантшылар есіңде ме? Ән айтып, билеп берді ғой. Сен ұнат дегенсің. Алақай, өткендегі ағалар ма? Иә, олар бізді қонаққа шақырды. Олардың үйлері алыс па? Жоқ, жақын. Үйлері дәл біздікіндей. Оларда ойыншық бар ма? Әрине бар. Оларда машиналары бар, ұшақтары бар, тікұшақтары бар. Ойнасам бола ма? Болады, әрине, балапан. Бірақ алдымен әлденіп ал. Әйтпесе, әлсіз адам десантшы бола ма? Сен десантшы болғың келеді ғой. Сорпаны берші. Балапан, ал, берем. Жүр кеттік. Сен үшін бәрін де тауып берем. Сәлем, жігіттер. Міне, мынау Әзиз деген батыр. О, Әзиз. Ағаларымен амандасты. Қалайсың? Сәлем. О, Талғат, сәлем. Сәлем. Қалайсың, Әзиз? Сәлем. Қалай, Әзиз? Нағыз десантшылардың қандай болу керек екен көргің келе ме? Әрине. О, жарайсың. Мүмкін мен Әзиздің қасында жүргенім дұрыс болатын шығар, жігіттер. Иә, дұрыс қой.
бірге жүріп көріп бәрін дегендей. Не ғой, Айнұр, сіз уайымдамаңыз. Әзізге өзіміз бас көз боламыз. Жұмысыңыздан қалмаңыз. Иә, майор мырза Әзізді бізге мықтап тапсырған. Сондықтан да қам жемеңіз. Уайымдамаңыз. Әзіздің бүгінгі күні көңілді өтетіне кепілдік береміз. Иә, Әзіз? Иә. Кешке келіп алып кетсеңіз болады. Оған дейін Әзіз келе ғой. Рахмет сіздерге, жігіттер. Оқасы жоқ. Әзіз, кел. Мен сені өзім ақшын арылата қыдыртып келем. Сіз ештеңеге алаңдамаңыз. Жарай ма? Рахмет, Сәкен. Сен жақсы жігітсің. Оқасы жоқ. Жарайды, ендеше кешке көріскенше сау болыңыз. Сау болыңыз. Жүр, Әзіз. Сәкен, біз сонда не істейміз? Сендер осы жерде сыпырап тазалап жұмыстарын білесіңдер ғой, істей беріңдер. Жүре қой. Жарайды. Неткен мейірімді адам. Жарай, жігіттер. Кешке дейін. Сау болыңдар. Жігіттер, не тұрсы Жанболаттың бұйрығын орындау керек. Сымыртқы, күрек, жігіттер. Сұлуым-ай. Мейірімді жігіт. Жанболаттың құрығына оңбай еліндау, Кеттік, жігіттер. Жүрейік. Қалай, Әзіз? Сапталаң ұнады ма? Ұнады. Мен саған қазір одан да қызық. Біздің казарманы көрсетем. Казарма деген не? Казарма деген? Ол біздің жататын жеріміз. Ол жер таза болып тұрсын деп жуып тұрамыз. Енді мен жумайын, балалар жуып тұрады. Біздің үй секілді ме? Иә. Казарма деген ол біздің үй. Түсінікті ме? Жанболат, мен сені іздеп жүргеніме қанша уақыт болып білесің бе? Неге? Қайда жүрсің сен? Бала қыдырып жүрмін, көрмейсің бе? Сәлем, балақай. Капитан Шәріп екеумізді өлтіреді. Шәріп? Не үшін? Көресің ғой қазір. Жүрші. Шәріп іздеп жатса. Шәріп деген ол кім? Шәріп деген... Сен ертегідегі жалмауыз кемпірді білесің бе? Білем. Содан да қорқынышты адам. Түсіндің бе? Сондықтан мен қазір барып келем. 5 минут сен осы жерде тапжылмай тұр, жарай ма? Жарай. Түсіндің ғой? Мен барам да келем, сен ешқайда кетіп қалма. Жанболат. Ешқайда кетпе, түсіндің ғой? Көрінесің, кетесің. Барам да келем қазір. Ешқайда кетіп қалма. Мына сержанттың да тапсырмас бәле болып. Жер әлемнің бәрін көріп болатын болды. Қош қалымызын. Түнде істеп жүрген істеміз. Қазір Жанболат пен Әзизді күтейік, бірге барамыз. Иә, күтейік. Жігіттер, кеттік жүріңдер. Қазір барамыз. Болыңдар тез. Қазір. Бара бер. Әне Жанболат келе жатыр ғой. Әзіз қайда? Жанболат, бала қайда? Әзіз қайда? Сендер мен емес пе? Көріп тұрған жоқсың ба қасымызда жол? Жаңа Шәріп шақырып алды да 5 минутқа қалдырып кеткен. Қайтып келсем жоқ. Сен шындысың ба? Басың істей ма сені? Енді қайтем Шәріп шақырып алса. Бөлінің іші үлкен, қазір Әзиз бір нәрсеге ұшыраса басыңмен жауап бересің. Жеткенсіз келсек. Бөлінің ішін бөлініп іздейік. Иә. Тезірек жігіттер бір нәрсеге ұшырап қалсын. Ей, балақай, тоқта. Ей, сен кімсің? Мен Әзизбін, ал сен кімсің? Мен ба? Мен аға сержант Сағыммын. Сен бұда не? Шай жүрсің ба? Экскурсиядан келгенмін, казарманы іздеп жүрмін. Экскурсия де? Сен әлген ау. Балалар үйіне келген бала болды ғой, Иә. Қолыңдағы автомат па? Иә, автомат. Шын автомат па? Жоқ, ойыншық автомат. Әрине шын автомат, міне. Көрмейсің ба? Ұстап көрсем бола ма? Жоқ, балақай. Болмайды. Ай, түсінемін ғой. Иә, бізде тәртіп солай. Ай, бірақ ұстап көрсең, ұстап көр. Әке, бұлай ұстайсың. Әне, мынау көздегіші, мынау шүртпесі. Қалай? Сержант. Сержант.
Қане маған бер. Ой, жарайсың. Не, мыналарды әлі өткізбегенсің ба? Старшина мырза, мен енді өткізейін деп баратыр едім осы. Баланың қолына қару ұстап қойған ба? Енді бала ғой, ұстап көргісі келеді. Есің дұрыс па сенің? Старшина мырза, кінәлім. Әрине кінәлісің. Әкел ана. Мен өзім өткізейін деп... Мен өткіземін, әкел. Кейін сөйлесеміз, бос. Жарайды. Жақсы. Әзиз деген батыр, сен болдың ғой, ә? Дәл солай, старшина мырза. Дала салқын. Дарып қалдың ба? Аздап. Шай ішің келе ме? Ішкім келет. Жүр, шай ішейік. Кет. Жүр, саған шай қойып берейін. Бізде жаңа жаттығу дабылы болды. Қалай, саған біздің бөлім ұнап жатыр ма? Ұнады, бірақ казарманы көрген жоқпын. Казарманы қайтесің. Мен саған қазір шай ішіп болған соң әскери хамерларды көрсетемін. Шын хамерлар ма? Иә, шын хамерлар. Көргің келе ме? Иә. Әкел, да шай ішіп ал. Саған су таусылыпты. Азиз, сен ренжіме, мен тез су алып келейін. Жарай ма? Жарайды. Күт. О, Талғат! Талғат! Қайда жүрсің, а? Қайда жүрсің, Әзиз? Бар ма? Еш қайда жоқ. Таппадық. Қырсық шалқыр. Асханаңды қарадың ба? Қарадым, таппадым. Бүкіл казарманы шарлап шықтым, жоқ онда. Морша жақты қой. Мен клубқа барып келейін. Тез, жігіттер. Қайдасың, а? Әзиз! Кет бұлай! Талғат! Талғат! Әзиз, бәрі жақсы ма сенде? О, жақсы. Көлікті неге байқамадың, а? Саған қарай жүгіріп бара жатқанмын. Байқау керек қой. Енді сен менің досымсың. Сен де менің досымсың. Рахмет сендерге, жігіттер. Майорға барғанымызда Әзиз сендер жайлы айтып қоймай қойды. Бүгінгі күн. Азиз, көңіл күйің қалай? Біздің бөлімше ұнады ма? Иә. Бәрекелді. Әзиз, бер жақындаш. Сен енді бізге тағы да келесің бе? Міндетті түрде мен өскенде әскери адам боламын. Тура сендер секілді көк тарланы болғым келеді. Жарайсың, Әзиз. Мен саған сыйлығым бар. О, Қазірдің өзінде сен көк тарлансың. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Жарайсың. Кел.